жалпы мынау өзі тарифтің өзі есептелген кезде ол барлық шығындар есептеледі. Содан кейін ол жаңа күрделі шығындар, ағымдағы шығындар, айлық жалақыны айтпағанның өзінде де енді барлығы. Сондықтан мысалы жаңағы кредит алса, кредиттің шығындарын төлеу, кейін барып мына бізде амортизационный отчисление дейді, оның өзі де иә, ағымдағы, сосын барып ол капитальный вложение болып инвестициялық, осы жерде инвестициялық қаржы болып бөлінеді да. Сол вложениені дұрыс, егерде мынау мекеме өзінің даму жоспарында дұрыс қоя білсе, өйткені ол жерде әртүрлі жағдайлар болады ғой жаңағы. Енді бұл көптен бері келе жатқан ескі жерлерде бір авария болып қалуы мүмкін, оған қосымша қаржылар кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін қосымша қаржыларды жұмсайтында тағы да өзі мысалы үшін мынау жауапкершілігі шектеулі серіктестер, акционерлік қоғамдар, су ресурстарын айтсатын болсақ, олар өздерінің 25%-ға дейін резервтік қаржы жинақтауға да мүмкіндіктері бар да. Осыны егер дұрыс пайдалана білсе, онда жаңағы жоспарлы түрде өзінің келе жатқан жаңағы үлкен жаңағы құбырлар, кәріз жүйелері, соларды жөндеп жаңартуға мүмкіндік ала береді. Бірақ бізде сапасын жақсарту. Оның бәрі енді әрине қызмет сапасын жақсарту үшін болашақта жаңағы төтенше жағдай орын алмау мақсатында жұмыс жасалады. Бірақ біздің осы бұл экономикалық қатынасты дұрыс пайдаланған кезде. Бізде қазіргі кезде көбінесе экономикалық қатынастарымыз ол саяси қатынасқа да кетіп қалады. Болмайтын жерде бізде жаңағы құбырлар қымбаттап кетеді, металдар қымбаттап кетеді, әртүрлі жаңағы оған жұмсалатын электрод, анау, мынау, сондайлардың бәрі бірден қымбаттап кетеді. Ол бір белгілі бір бағада емес. Мысалы үшін біз бағада орташа есеппен 7-8% инфляцияны жоспарлап отырса, ол мысалы үшін былтыр 17-18 болып кетеді. Кейбір металдар даже 25-26-ға дейін. Әсіресе сіздерде енді шөгінді трубалар болады, стальной трубалар ауыстыру жағдайлары мүмкіндіктер болады. Солардың бәрі бірден қымбаттап кеткен кезде ол өзінің алдына қойған жоспарынан кешігіп қалады. Яғни 10 километр ауыстырудың орнына бір жылда ол 7-8 или сондай километр ауысады, сонда бір 20%-ға кешігіп жатады. Осының әсерінен кей кезде біз кешігіп қаламыз. Жалпы бұл енді цифризацияның кезінде берді енді основном шығындарды үнемдеуге, мысалы, артық шығындарды үнемдеу. Өйткені ол кезде бір 500 куб метрге дейін бір адамға шығындар болып жатты да. Ал қазір айтасыздар жаңағы 127-130 литр ғана бір адамға кетіп жатыр деп айтасыздар да. Ол өте деген ол 3 жарым емес 4 есеге жуық көп қой, аз қой мысалы шығындар. Осындай шығындардың кемітудің арқасында қазір су маркетингі өзінің жаңағы тарифтарын ұстап келе жатыр да. Одан бөлек жаңағы мен білемін жаңағы Европалық қайта құру даму банктен өте қомақты түрде бір 18 миллиардтай жаңағы кредитный линия ашылды сіздерде. Оның жаңағы 15 миллиардтарында жұмсап жатсыздар. 15 миллиардтарын рұқсат алып, оның 13 миллиардтарын қазір бүгінгі таңда қайтарып беріп жатсыздар. Соның барлығын есептеп жасаған кезде ол уақытысында сәл қымбаттау болған шығар. Біздің енді басқа облыстарға қарағанда неге бізге 86-87 теңгеден халыққа, о жақта бір 50 теңге, 45 теңгеден деген мәселелер туындайды да. Бірақ бұл жаңағы судың сапасы, сосын халыққа суды уақытылы беру. Қазір сол ақшаны аз жұмсаған Астананың өзі қазір кеше су болмай қалды ғой. Жоғарғы этаждарға су шықпай мақты су подъезге келмей жатты ғой. Ол неге келесіз? Ол уақытысында соның барлығын біріншіден модернизация жасау, екіншіден қайта қарау, үшіншіден соны цифровизацияға көшудің толық іске аспаған. Ол үшін олар ақша жұмсау керек еді. Олар жаңағыдай кредит алу керек еді. Ценаны біртіндеп көтеру керек еді. Қазір олар 20%-дан көтереміз дейді. Біз өткенде осы нені қараған кезде, тарифті қараған кезде, мен біраз антимонополияның жаңағы саясатына қарсылау сөйледім енді.
Өйткені ол бірден бізге енді бүгін бірден біздің износымыз 80% басқа облыстар сияқты 80-75-90% болу керек па? Ал егер соған жеткізбей тұрған мекемені біз одан артық қинауымыз керек па? Сондықтан мен айттым, жаңадан қазір бізде 60% болсын, бірақ ол 2-3 жылдан кейін ол 2,5-3-4%-ға дейін износы көбейеді да, ол ертең 75-80 болып кетуі мүмкін. Уақытысында ақша біз құйып, уақытысында жаңартып отырмасақ. Сондықтан енді біз 20% сұрап жатқан жоқпын, бір 10%-дан берсек, ол халыққа да білінбейді да, халықтың әлеуметтік деңгейі нашар көп балалы үйлерге ол бірден жаңағы оларды әсер етеді, бірден көтерсек. Ал жаңадан көтеретін болса, олар да түсіністікпен қарайды, өйткені жаңғырып жатыр ғой. Мысалы үшін мен өткенде біз аралап көрдік қой сіздерді, неге бардық? Су тазалайтын станцияға бардық. Қандай керемет жасалған, үйірге барсаң тап-таза, қайтардан жаңағы мынау кәріз суынан ағып келіп жатқандардың бәрін қайтадан өңдеп, оны қайтадан газ алып, биогаздар алып, одан метан алып, метаннан энергия алып, сол жақтың бәрін өзін-өзі электроэнергиямен қамтамасыз етті деген сөз. Яғни сіздер электроэнергия, сіздердің ең негізгі шығындарыңыздың бір электроэнергия ғой, мысалы үшін енді. Соны өздеріңіз жауып жатсыздар 95-98%-ға дейін.